Ал кімнің не білдіргеніне байланысты ақпарат туралы. Оған мен Ринат деп ойлаймын негізінде. Әлде сол туралы бір мағлұматтар келіп жатыр деп ойлаймын. Сізге келіп жүр ма? Жоқ, маған келген емес. Сыбыстар естіген. Тимур. Жоқ, мен енді күдіктенетін нәрсе ешкімнен көріп тұрған жоқпын. Ақпарат шыққаннан кейін білетін шығармыз, не жағдай, кімде болып жатқанын. Балжаған. Бәлкім сізде? Менде ондай бір жасырып қалатын нәрсе болып жатқан жоқ. Соңғы ситуацияларға байланысты мен енді бәрі ойлап жатқан шығар. Бірақ менде ондай бір жасырып қалатындай нәрсе болған жоқ. Қалай болды, кеше сол нәрсенің бәрін айтқан болатын. Яғни Әйгерімге байланысты. Иә, дәл солай. Одан бөлек. Одан бөлікте кешегі жағдай сол ресторанда болып қалған. Но бірақ ол бір ақпарат болатындай нәрсе емес болсаған. Егер де біз болмайды ол нәрселер. Ақеркені таныстық бастап қойды ғой, бірақ мен ортада Ақеркені басқа ер азаматпен мен көре алмаймын. яғни Сабинамен таныстық тоқтайды. Өкінішке орай Сабинамен таныстық тоқтайды. Сабинадан кешірім сұраймын, Сабина кешір. Негізі Балауса ханым, менде тағы да бір сұрақ болып тұр да. Енді кеше Ақеркемен кездесу болған екен. Онда неге ары қарайсыз Ақеркемен маған ұсынғандай клубқа бармадыңыз? Жоқ, енді әзіл ретінде айтқам ғой, мен клубқа баратын қыз емес ол. Тура сол күн пятница қашан біз маған үміткер болып келді ғой, сол күні клубқа барасың ғой деген әңгіме шығып кетті да, онда давай барайық деген әңгіме ғана шықты. Ондай бейт жүріп кеттік деген әңгімелер болған жоқ қой. Переписка болса шығарсайын жерге переписка. Переписка бар ғой. Давай шығарайық. Хорошо, шығарайық. Жоқ, мен сөздеріңізге сенемін. Не деп айтылды сізге? Балауса ханым, негізі былай болған, біз енді таныстық болды ғой, сол кезде кешке қарай біз отырған болатынбыз. Жиналған кезде, мысалы, қасымызда Бекзат және Бекзаттың үміткері болды. Және де қасымызда бір бала болған болатын. Сол кезде енді мысалы мен Бекзатты негізі былай танимын. Бұрынғы Индира ол менің группаласым болған. Содан кейін біз негізі Бекзатпен таныспыз, ол біледі. Сол кезде Бекзаттың көзінше және де үміткердің көзінше маған бір емес, бірнеше рет клубқа барайық деген сияқты әңгімелер болған. Мен оған енді ол кезде, мысалы шынымды айтсам, маған біртүрлі болып қалды, өйткені үміткердің көзінше және де басқа адамдардың көзінше мен бір андай шынымды айтсам, неприятно болды. Ол не үшін неприятно болу керек? Сен бүкіл халықтың алдына мен клубқа барам деп айтып өйткені мен сізге өзіңізге нақты айтқан болатынмын. Тоқтаңыз, мен сізге нақты өзіңізге айтқан болатынмын. Мен көрінген адаммен бармаймын дедім. Мен тек қана өзімнің құрбылармен, бұрынғы таныстармен барамын деп айттым. Нұржан, көрінген шақырған адаммен шыға бермеймін. Түсіретіндей бұл қыз сізге не түсіріп отқан жоқпын, просто сіздің әзілдеріңіздің барлығының астары. Оны түсінбей қалғанда мен кінәлі емеспін. Және бұл Балауса ханым, Нұржан, мәселе одай емес. Жайғасыңыз. Балауса ханым. Әйтеуір үміткерлерді құр қабылдап жібермесеңіздер болғаны мен үшін. Жоқ, Балауса Ең құрғанда үміткердің уақытына алмасаңыздар, және үміткер қабылдай алмайтындарыңызды сезген бойда қабылдамаймын деп айтыңыздар. Бірден айтыңыздар. Бірақ мен қазір сіздің не үшін күресетініңізді түсінбедім. Себебі Ақерке мен таныстықтамын, Аблайханмен танысам деп отыр. Аблайхан? Дәл осы кезде маған сөз берілді ма? Ринат керек сияқты да. Осы жерде Ринатқа сөз берген етін естеріңізде ма? Егер де біз қосылып жатсақ, мен әрекет жасасам кеп, мен кеп, бетіме түкіресің деген. Ақтөбеге барып бетіме түкіртіп келейін деп адым. Бір аптаны сол үшін сұрап адым. Мен бір аптаны сол үшін сұрап адым. Ақтөбеге барып, бетіме Тоқташ, мен айтып жатырмын ғой, тыңдамасашы. Мына жерде просто әңгіме кетіп жатыр да. Дәп осы әңгімеден кейін мен реально бұл әңгіме тоқтады, бұл арақатынас тоқтады деп ойладым. Мен андай бір орталарына түсу деген болған жоқ. Мына жерде жаңағы айтып жатыр ғой бір кісілер, ортаға түстің деген сияқты. Арақатынас тоқтағаннан кейін әрекетін жасадым Балауса ханым. Соны айтқым келді, маған да тиіп отырды. Кейін әрекетін жасадым Балауса ханым. Соны айтқым келді, маған да тиіп отырды. Сен, Аблай.
соны айтқым келді жаңа маған да тиіп отыр да Сен мына нәрсе. абылай Оған ақталудың сен қажеті жігіт жоқ, ретінде абылай. сыйлаймын әрекет сен Мына нәрсе. абылай Оған сен ақталудың қажеті жігіт жоқ, ретінде абылай. сыйлаймын әрекетіңді жасай бер бірақ сенің әрекетің ұзаққа бармайды мен өзімнің әрекетімді жасаймын сен өзіңнің әрекетін жаса соңында қайсысы жеңетінін түсінікті, көресің әркім онда өз ойында қалсын. Енді көңіл күйімізді түсірмейікші. Біздің Бұл осыған әйтеуір үміткерлерді құр қабылдап жібермесеңіздер болғаны мен үшін. Жоқ, болса Ең құрғанда үміткердің уақытына алмасаңыздар, және Болса- үміткер қабылдай алмайтындарыңызды сезген бойда қабылдамаймын деп айтыңыздар. Бірден айтыңыздар. Бірақ мен қазір сіздің не үшін күресетініңізді түсінбедім. Себебі Ақерке, мен таныстықтамын, Абылайханмен танысам деп отыр. Абылайхан? дәл Жоқ, осы кезде Абылайхан, маған сөз Ринат берілді ма? Ринат керек сияқты да. Осы жерде Ринатқа сөз берген етін естеріңізде ма? Егер де біз қосылып жатсақ, мен әрекет жасасам кеп, мен кеп, бетіме түкіресің деген. Ақтөбеге барып бетіме түкіртіп келейін деп адым сол бір аптаны сол үшін сұрап адым мен бір аптаны сол үшін сұрап адым Ақтөбеге барып Мына барып жерде бетіме тоқташы, түкіртіп мен айтып жатырмын ғой, тыңдамасашы. Мына жерде просто әңгіме кетіп жатыр да. Дәп осы әңгімеден кейін мен реально бұл әңгіме бұл арақатынас тоқтады деп ойладым. Мен андай бір орталарына түсу деген болған жоқ. Мына жерде жаңағы айтып жатыр ғой бір кісілер, ортаға түстің деген сияқты. Арақатынас тоқтағаннан кейін әрекетін жасадым болса ханым. Соны айтқым келді жаңа маған да тиіп отыр. Кейін әрекетін жасадым болса ханым. Соны айтқым келді жаңа маған да тиіп отыр да. сен абылай Оған Соны айтқым келді жаңа маған да тиіп отыр да. сен абылай Оған сен ақталудың қажеті жігіт жоқ, ретінде абылай. сыйлаймын әрекет сен абылай Оған сен ақталудың жігіт қажеті жоқ, ретінде абылай. сыйлаймын әрекетіңді жасай бер бірақ сенің әрекетің ұзаққа бармайды мен өзімнің әрекетімді жасаймын сен өзіңнің әрекетін жаса соңында қайсысы жеңетінін түсінікті, көресің әркім онда өз ойында қалсын. Енді көңіл күйімізді түсірмейікші.